Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұлттық тағамның түрі әсіп рецептімен бөлісемін. Лайк басып видеоны соңына дейін көріңіздер. Әсіп дайындау үшін ең алдымен жаңа сойылған қойдың немесе сиырдың бауыр, бүйрек, өкпе, жүрек, ішмай және 300 грамдай ет немесе фаршты қолданамыз. Осылардың барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыш болмаған жағдайда қолмен ұсақтап турап аламыз. Және пияздың да қолменен ұсақтап турап аламыз. Шала піскен 1 кесе күрішті осының барлығына қосып, қалауыңызша тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыштарды қосып аламыз. Және тағы бір айта кететін, осыған 3-4 ас қасық сұйық майды қосып аламыз да, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл әсіпке қойдың бүйенін қолдандым. Бүйенді қолдансаңыздар да болады, немесе сиырдың тоқ ішегін қолдануға болады. Видеода көрсетілгендей, бүйеннің бір басын жіппен байлап аламыз. Өзіңізге ыңғайландырып, бүйенді немесе тоқ ішекті 3-4 бөлікке бөліп, соңын бір бөлігін жіппен байлап отырамыз. Және сол жіппен байлап болғаннан кейін бір басын былай видеода көрсетілгенде қасықпен, не болмаса баклажканың бас жағын кесіп, солай салып алуға болады. Және бүйенге немесе ішекке салған кезде нығыздап салмаймыз, бос қылып саламыз. Өйткені күріш ісініп, ішек жарылып кетуі мүмкін. Салынып болған ішектің аузын байлап, суық суға салып отқа қоямыз. Қайнап қалған уақытта көбігін алып, инемен немесе зубочисткамен әр жерінен тесеміз. Осылай тескенде абай болыңыздар, су шашырап кетуі мүмкін. 2-3 рет қайталаймыз және 1,5-2 сағатта баяу отта пісіріп аламыз. Піскен әсіпті сүзіп, суытып аламыз. Әсіпті мясной ассортиға да қойсаңыз болады, өзіңіз дастарханға да қойсаңыз болады. Дәмді және оңай дайындалады. Дайындап көрулеріңізге болады. Дастарханға қояр кезде бетін сұйық маймен жағып, осылай жылтыратып әдемі қылып қоюға болады.